Bismillah. Assalamu alaikum арыстар ағайын. Алдарыңызда шипагер Жұмадан Жарқынбекұлы. Бүгін міне оразаның соңғы күніне келдік. Алланың қалауымен Алла баршаңыздан ұстаған оразаларыңызды қабыл етсін. Ертең Құдай қаласа ораза айт мейрамы болады. Ораза айт мейрамы құтты болсын баршаңызға. Ораза айт мейрамына байланысты бізде бірқатар дәрілерге жеңілдік болады. Мұнда барлығы Түркия елінде өндірілген дәрілер, халал. Кондуракис, қара зере капсуласы, зәйтүн жапырағының капсуласы, одан кейін мына жерде ара желімі, яғни прополис ара сүті, гүл тозаңының бірлесуінен жасалған дәрілер, одан витамин D3, мында теңіз балдыры капсуласы, одан кейін қала берді. Мында жалпы дәрумендер топтамасы. Мынау кондоракисті бұл туралы лекцияда сөйлеген болатынбыз. YouTube арнамызда тұр ол лекция. Яғни бұл сүйек буын ауруларын емдеуге көп қолданылады. Қара зерені көп сандымыз білеміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи мүбәрак хадисінде қара зеренің жаңағы өлімнен басқа барлық ауруға шипа болатындығы айтылған. Зәйтүн жапырағы да Құранда көп айтылған. Бұл да бір қасиетті өсімдік саналады. Бұл зәйтүн жапырағы мысалға әртүрлі жүрек ауруларына жақсы әсері бар, Құдай қаласа. Енді прополис ара сүті гүл тозаңының бұл бірлесуінен жасалған дәрі, иммунитет күшейту, қанды тазалау, қандағы май құрамдарынан арылту, бауырды тазалау сияқты, одан кейін асқазан ауруларына да өзіндік әсері жақсы көмектесетіні дәлелденген зерттеулерде. Витамин D3-ті ол жаңағы адамдардағы зат алмасуға көп қажетті, әртүрлі сүйек болсын, буын болсын, басқа да ішкі организмдер болсын, витаминді кем болса көп ауру келтіріп шығатындығы ол белгілі. Одан кейін мынау теңіз балдыры. Теңіз балдыры көбінесе әртүрлі қабыну, аллергиялық қабыну аурулары, мұрынның аллергиясы, тердегі аллергиялар, одан кейін қала берді әртүрлі қандағы қаның бұзылуынан туындайтын ауруларға да көп көмектесетіндігі анықталған. Енді мұнда жалпы дәрумен 13 түрлі витамин, L-каротин сияқты 9 минерал элемент бар, одан кейін басқа да ферменттер қосылған, GMP-дің стандартынан өткен. Бұл дәрілердің барлығы халал, адал, яғни осы дәрілердің біз жеңілдік жасайық деп жатырмыз ораза айт мейрамына байланысты. Осы жеңілдіктерден құр қалмаңыздар, ол туралы төменгі жақтағы түсініктемеде жазатын боламыз. Ағайын, ем қабылдаған барша науқастарға Алла шипасын берсін, ауырмаңыз ағайын.